Сәлем, менің атым Бауыржан және бұл BAUKAPLAY арнасы. Достар, мен бүгінгі видеода Қуаныш Шонбай мырзаның Екінші Болма деген кітабы туралы өз ойыммен бөліскім келеді және өте пайдалы ойларды сіздерге айтқым келеді. Комплекстерге белшесінен батқан адам басқа нәрсе туралы ойлай алмайды. Көзбен көріп, қолмен ұстатар себеп болмаса да өзін кем санайды. Ол адамдардың бәрінде комплекс болған, бірақ олар сонысымен күрескен, жеңген. Ол адамның бәрі бай мен бағланның, граф пен патшаның баласы емес. Ол адамның бәрі Эйнштейндей ақылды емес. Олардың бәрі Майкл Джордандай спорт жұлдызы емес, және олардың бәрі Голливуд артистіндей сұлу емес, бірақ олардың есімдері ұлы тұлға ретінде тарихта қалды. Өз комплекстерін жеңе білуі оларды ұлылыққа жеткізді. Бұл өмірде тек сен ғана өзіне сенімсізсің, сенің ғана қолынан келмейді, ал басқалар мықты деп ойлама. Әр адамның ойында қорқыныш, үрей, өзіне деген сенімсіздік болады. Оны жеңіп шығу, жеңіске жету жолын жалғастыруға мүмкіндік береді. Ата-анаңды, қоғамды, тағдырды бұл үшін кінәлама, ал да жаса, яғни күрес. Бір-екі рет ұрынғаннан кейін иммунитет пайда бола бастайды, сенімділік артады. Сенімсіздікті қазір жеңсең, ертеңгі күні ол саған ешқандай қиын мәселе тудырмайды. Барлығы өз қолында. Өзіне сенімді болса, нәтиже де болады. Сенімсіздікті жеңу бұл бір сапар сияқты. Себебі оны бір рет жеңу жеткіліксіз. Бір іс қолынан келмесе, бір нәрсе ойынан шықпаса, бірден өзімізге сенімсіз болуға бейімбіз ғой. Бұл жолдағы үлкен жанармайымыз, майда жеңістеріміз. Мысалы, бұзылып жүрген ұйқының режимін дұрыстау, кешігу әдетінен арылу, паразит сөздерді қолданумен күресу, жаңа тіл үйрену, кітапты оқып бітіру тағы да басқа. Бұл жеңістер кішкентай болғанмен оның артындағы сезімдер үлкен. Сондықтан да сенімсіздік пен комплексті жеңудегі бір және бірегей таптырмас құрал майда жеңістер. Біз алып жүрген білімнің жарамдылық мерзімі 2-3 жыл ғана деп айтып жүремін. Себебі заман дамуда, әрдайым жаңару, өзгеру барысында. Егер бір рет алған білімімізге жабысып қалатын болсақ, қаласақ та қаламасақ та ол ескіреді. Мысалы, маркетингпен алған біліміміз толығымен 5 жылда өзгереді деп айтады. Осы уақытқа дейін маркетингтің атасы атанған Филипп Котлердің 4P деген маркетингтің моделі бар. Осы туралы жазылған Котлердің кітабын тіпті Библия маркетинга деп атап кеткен. Бірақ уақыт өте келе 7P, 7E, Experience Marketing тағы басқалары шықты. Енді Котлердің моделі қазіргі таңда халыққа өтпейді. Сондықтан біз бір нәрсені үйренбеуіміз керек, ал үйренуіміз керек. Еркебұлан деген досымның тандыр номер 1 деген дәмханасы бар. Күніне 800 дана самса сатады. Басқа дәмханаларда жалпы норма күніне 100-120 дана. Еркебұланның жақсы қасиеті ақыл сұрайды, әрдайым үйренуге дайын. Қалай айтасын солай жасайды, басын ауыртпайды. Өмірде әсер ете алмайтын нәрселер бар. Ауа райы, адамның өлімі, ақша бағамының өзгеруі, қаласақ та қаламасақ та бұларды өзгерте алмаймыз. Бірақ әсер ететін нәрселер бар. Біліміміз, іс-әрекетіміз, табысымыз, өзімізді дамыту арқылы басқа жайттарға әсер ете аламыз. Проактивтілік дегеніміз өрт лаулаған сәтте әрекет ету емес, өртті болдырмау үшін алдын ала әрекет ету. Сені біреу ұрған кезде жауап қайтару емес, сені біреу ұрмас үшін не істеу керегін ойлау. Мысалы, студент болып жүрген кезде жоғары оқу орнын бітіргенде жұмыс істеу емес, оқу орнын тәмамдағанда саған жұмыс берушілер кезекке тұру үшін әрекет жасау. Отбасының қашан ыдырап кететінін күтіп отырмау, оны болдырмау үшін жарыңды сыйлау, оған гүл әкелу, бұл проактивтілік. Егер біз болған жағдайға реактивті емес, проактивті көзқараспен қарасақ, біздің өмірімізде көптеген кері әсер тигізетін жағдайлардың болмауына әсер ете аламыз. Осы қағиданы дұрыс ұстансақ, көптеген жеңістерге жете аламыз. Сен лузер емессің, бірінші болып туғансың. Ендеше барға қанағат қылма. Кедей отбасында, бай отбасында, ауылда, қалада, қыз болып, ұл болып, сұлу болып, сұрықсыз болып, сау болып, мүгедек болып, қандай жағдайда, қандай сипатта дүниеге келсең де, бұл сені тек қана сені пьедесталға көтеру үшін жаралған дүние. Қандай жағдайда өмірге келсең де, осы өмірге келу фактінің өзі үлкен мүмкіндік. Бізде қазақта ұят деген сөз бар. Соның кесірінен көпшілігіміз ұятқа қалудан және ұялудан қорқамыз. Ал осы ұялу бізге армандауға кедергі жасайды. Армандаудың несі жаман? Ол үшін ақша, салық төлемейміз. Кез келген кезде, кез келген жерде, уақытта армандаймыз. Өкініштісі, адамдардың көбі өз армандарынан өздері қорқады. Керемет ойға батып, барлығына қол жеткізуді қалаймыз. Ал шын мәнінде белгілі бір жеңіске жетпеген соң қиялға беріліп армандаудан қорқамыз. Румиді ашпай жатып бизнестегі серіктесім Айдос Телжанмен көп армандайтынбыз. Оннан асса мейрамханамыз болады, нарыққа енгізетін жаңалықтарымызды, бізде жұмыс істейтін қызметкерлеріміздің қандай болатынын,
барлығын да ойластырып қиялға берілетінбіз. Ал осы 2,5 жылда өз армандарымыздан алда келеміз. Інім Дархан мырза Румидің атқарушы директоры. Қуаныш, армандаймай тұра тұршы. Сен ойына бірдене келсе, міндетті түрде біз оны жүзеге асырамыз. Бірақ күте тұршы, шаршадық. Мына 10 мейрамхананың тірлігін бітіріп алайық дейді. Шынында жоспарымның, армандарымның барлығы орындалады және әлі де армандаудан қорықпаймын. Керісінше әр ұсақ түйегіне дейін ойластырамын, елестетемін. Оны батыста визуализация деп атайды. Өзіңнің образыңды, компанияңды елестетесің, қандай болатынын армандайсың. Бір сөзбен айтқанда жоғарыға белгі жібересің. Байқағаным, армандаудан, қиялдаудан қорықпау керек. Олардың көбі орындалады. Өзім де соның дәлелімін. Достар, егер осы видео сіздерге ұнаса лайк басамыз, ұнамаса да лайк басамыз. Себебі мен красавчикпін. Арнаға тіркелеміз және телеграмдағы арнаға тіркеліңіздер, сілтемесі астында. Келесі видеода кездескенше. She said hola, ¿cómo está? She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bonjour madame. Then she said sabase. And I said nabule. No matter where I go, you know I love them all.